Hello my dear students, welcome to the new lesson. Достар, бүгін анықтау сөздері determiners деген тақырыпты өтеміз. Ең алдымен some және any деген сөздерді қарастырайық. Бұл сөздермен таныс болуларыңыздан мүмкін. Бұлар some сөзі белгісіздік артиклі жекеше түрде қолданылған кезде, some сөзі немесе көпше түрдің орнына, немесе саналмайтын зат есімдерінің алдында белгісіздік артиклінің рөлін ойнап қолданылады. Мысалы, there's a flower on the table. Flower гүл жекеше түрде тұр. There are some flowers on the table. Ал болымсыз түрде there aren't any flowers on the table. Бұл жағдайларда a flower деген жекеше түрдегі белгісіздік артиклінің орнына some flowers, any flowers деп қолданылып тұр. Ал егерде біз сұраулы сөйлем қолдануымыз келсе, онда бұл жағдайда да any'ді қолдануымыз керек. Яғни, are there any flowers on the table? Байқасаңыздар, any сөзі болымсыз сөйлеммен қолданылады дедік. There aren't any flowers on the table. Егер біз no сөзін қолдансақ, тура сол мағынаны бере аламыз, бірақ no сөзі онсыз да болымсыз болып тұрғандықтан біз there aren't емес, there are деуіміз керек болады. Яғни, there are no flowers on the table. Естеріңізде болсын, ағылшын тілінде бір сөйлемде екі болымсыз мағынадағы сөз қатар жүрмейді. Бұл грамматиканың ережесі. Енді, there are no flowers on the table дедік. No сөзі зат есімнің алдында тұр. Ал зат есімсіз қолданатын болсақ, жай ғана none деп айтамыз. Мысалға, how many flowers are there on the table? Үстелдің үстінде қанша гүл бар? None. Мүлдем жоқ, ешқандай гүл жоқ деген мағынаны береді. None сөзі солардың ешқайсысы деген мағынаны да беруі мүмкін, оны алда қарастырамыз. Енді some және any сөздері кейбір сөздермен бірігіп қолданылуы мүмкін. Яғни somebody, someone, әлде біреу, әлде кім деген сөз. Something, бір нәрсе, somewhere, бір жерде. Any сөзде тура солай. Anybody, anyone, anything және anywhere. Бұларды дәл some, any сияқты қолдана аламыз. Енді some сөзі жаңа айтқан белгісіздік рөлінен, функциясынан бөлек тағы кейбір деген мағынаны беруі мүмкін. Мысалға, some people want to become rich very quickly. Оны жаңа белгісіздікпен салыстыратын болсақ, there are some people who want to become rich деп айта аламыз. Яғни сондай адамдар бар. There are some people in the room. Бөлмеде бір адамдар бар. Ал any сөзі жаңа айтылған мағынадан бөлек кез келген деген мағынаны да беруі мүмкін. Мысалы, any person can do it. Кез келген адам мұны істей алады. Немесе anybody can do it деп айтуға болады. Бұны жаңағы мағынадағы жаңағы функциямен салыстырып көріңіз. There aren't any people in the room. Яғни бөлмеде адамдар жоқ. Енді достар, қайсысы екенін анықтайтын сөздерді қарастырайық. Бірнеше мысал. People have problems. All people have problems. Барлық адамдарда проблема бар. Some people have problems. Кейбір адамдарда проблема бар. Many people have problems. Көп адамда проблема бар. Және most people have problems. Адамдардың көбісінде проблема бар. Most деген көбісі деген мағынаны береді. Бұл жерде біз жалпы адамдар туралы айтып жатырмыз. Яғни нақты бір адамдар тобы емес, жалпы адамзат, бүкіл әлемдегі адамдар мағынасында айтып жатырмыз. Ал егерде біз нақты бір адамдар тобына қатысты айтатын болсақ, онда біз былай деуіміз керек болады. All of these people have problems. Some of these people have problems. Many of these people have problems. Most of these people have problems. Және none of these people have problems. Бұл жерде осы адамдардың барлығы, кейбірі, көбісі деген мағынада айтып жатырмыз. Егер сондай мағынада айтқымыз келсе, онда біз
all, some, many, most сөздерінен кейін of, содан соң нақтылайтын, яғни белгілілікті білдіретін бір сөз, ол the артиклі болуы мүмкін, this, these болуы мүмкін, немесе тәуелдеу есімдіктері болуы мүмкін. Содан соң зат есім келеді. Бірақ all және have сөздерімен оларды қолдану міндетті емес. Яғни біз all of these people'дың орнына all these people немесе half these people деп айта аламыз. Ал егерде біз екі нәрсе туралы айтсақ, оның қайсысы екенін білдіру үшін мынандай нәрселерді қолдана аламыз. Біріншісі both сөзі. Both деген екеуі де. Мысалы, both Chris and Jane will come. Яғни Крис те, Jane де екеуі де келеді. Егер екеуі де келмейді десек, онда біз neither сөзін қолданамыз. Neither Chris nor Jane will come. Яғни Крис те, Jane де келмейді. Бұл жерде мән беріңіздер, neither біреуі, сосын nor екіншісі, ал етістік бізде болымды түрде тұр. Себебі естеріңізде болса екі болымсыз қатар жүрмейді, ал neither nor сөздері бізде болымсыздықты білдіріп қойды. Ал егерде екеуінің біреуі келеді дейтін болсақ, онда біз былай дейміз. Either Chris or Jane will come. Яғни, я Крис, я Jane екеуінің біреуі келеді. Either or деп айтамыз. Достар, determiners тақырыбы осы болатын. Жаттығыңыздар, үйреніңіздер. Келесі сабақта кездескенше. Бай-бай.